қазіргі ұрпақ бақытты ұрпақпыз. Мен солай деп есептеймін, өйткені мынау қазақ өз болғалы кешегі Абылайдың заманынан кейінгі мынау қазақтың тәуелсіз мемлекетін құрып, соның іргетасын қалап жатырмыз. Үйдің іргетасы қалай болады, солай тұрады ғой. Үйдің іргетасы мықты болса, ғасырлар бойы тұра береді. Іргетасы нашар болатын болса, 5-6 жылдан кейін, бір 15-20 жылдан кейін құлап жатады. Сондықтан соның іргетасын қалау біздің ұрпағымыздың маңдайына бұйырыпты. Бұл өте үлкен жауапкершілік. Бір жағынан әрине үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Бұл тәуелсіздік дегеніміз біздің маңдайымызға біткен. Біз енді өзіміз қазақ мектебінде оқыдық кезінде. Қазақша ойлаймыз. Айтам, бақайшағымызға дейін қазақпыз біз деп, өйткені басымыздан бақайшағымызға дейін қазақпыз. Қазақтың салтын, қазақтың дәстүрін, қазақтың тілін, дінін бәрін қастерлеп құрметтейміз. Енді сол тіл бар жерде қазақ бар. Жаңа елбасымыз айтты, ұлттық код деп, сол ұлттық код деген ұлтты анықтайтын бірден бір дүние ол тіл. Сондықтан сол қазақ тілінде оқыдық. Бірақ та сол қазақ тілінде оқып, 10 жыл жақсы оқып, 4-пен 5-ке бітірдік. Бірақ қана 4-ім болды, орыс тілден қалғанның бәрі 5. Содан енді о кезде ауыл шаруашылық керемет дамып жатты ғой, үлкен совхоздар керемет, барлық кеңшарлар жаңа. Соны Ұрай деген бір ағамыз болды, агроном. Шіркінай осы ағамыздай агроном болсақ, осы мынау шаруашылық басқарсақ дегендей оймен, сол ауыл шаруашылық институтына барды, Целиноград. О кезде Целиноград, қазіргі Нұрсұлтан. Сонда барып 4 пәннен емтихан тапсырасың, тапсырып жатырмыз енді. Химиясын жақсы тапсырдық, физикасын жақсы тапсырдық. Әрін енді келгенде сол орыс тіліне келдік. Орыс тіліне не сен дейді, диктант жаз, болмаса неден жаңағы собеседование 3-тен артық баға қоймайды. Бұл бір ұтылған жеріміз болды енді, керемет бәрін. Одан кейін енді анау оқуға түсе алмадық, жарайды. Енді сырттай оқып жүрміз, тапсырып, жаңағы мектепте емтихан тапсыруға барасың. Ойыңда сайрап тұрады, әрмен қарай жеткізе алмайсың. Жаңа математикадан тапсырып жатырмыз, есебін шығарып жатырмын бәрін. Высший математик бүкіл есептерін шығардым жоғары. Ал енді сөзбен айтуға келгенде, Құдай ұрғанда жаңағы әлгі теория вероятности деген бар, сол келмейді ме? Ауызша айту керек, әрмен қарай тіл жетпейді. Сосын айтты, мен тағы 2-3 есеп шығарайсың, мен мынаны тілім жетпейді айтуға. Мен одан да тағы 2-3 есеп шығарайын. Егер сіз қарсы болмасаңыз, айтыр, қарсы болмай сол есебін шығарып, сонда керемет, сондай бір не болды. Бізге өз еліміз өзіміз жүріп, солай өгей баладай болдық. Енді оған қарағанда бүгінгі күні өзіміздің тілімізді оқимын десең, оқисың, жағдай бар. Барлық қызмет істеген күнде де қызмет істеп жүрміз. Жаңағы дипломымызды алдық. Совхоздың көбі жаңағы бүкіл орыс тілінде, жаңағы аппараттық кеңестерің болсын, жаңа партиялық жиналысың болсын, бәрі ойыңда сайрап жатқан дүниеңді жеткізе алмайсың. Өйткені қазақша ойлайсың, қазақша сөйлейсің. Содан жүріп үйрендік қой енді. Қазір бір адам құрлы орысша сөйлейміз, ешкімден кім сөйлемейміз. Ал енді сол кезде соның барлығын бүгінгі күні енді керемет сонда мектепте жүріп, мынау Мәлік Ғабдуллин атындағы мектепті бітірдім мен, нөмір 3. Бастауын Степняк қаласында туып өссем де, нөмір 2 Абай мектебінде оқыдым. Степняк қаласында олда бір керемет білім ордасы болатын. Сол кезде бұлай қазақты ұлтжандылыққа тәрбиелеген керемет мұғалімдер болды. Әдебиет пәнінен Қайыржан апай деген апамыз болды, Рахия апай дейміз о кезде мұғалімдерді, ағай дейміз. Сол керемет мынау. Одан кейін Уәлиханов ауданы ашылды. Әкемді сол Уәлиханов ауданына ауыстырып қызмет бабыменен түгел 90% қазақ ауданы, әлгі ауданда, аудан орталығында қазақ мектебі болмады. Бұны қарашы мінекей. Барлық тұратындар 90% қазақ мектебі жоқ. Содан қазақ мектебі болмағаннан кейін енді сол әкемнің қарындасы тұрушы, сол осы Көкшетауға келіп, Көкшетауда о кезде 3-ші мектепте пансион бар. Интернат сол пансионға келіп, сол жерде 9-10 сонда бітті. Осы Мәлік Ғабдуллин атындағы мектепте керемет о кезде бір ұстаздар ұжымы, Ажар Жакенова деген қазақ әдебиетінен мұғаліміміз болды. Роза Молдабекова тарих пәнінен берді мұғалімдер. Сол кісілерден тәлім-тәрбие алдық, кереметтей сол. Бәрі де сол бүгінгі күнге дейін көңілімізді сайрап тұрған. Әлгіні керемет сол кездегі ақындардың, шал ақынды,
Абай атамызды бәрін айтып нелерін келтіргенде сол көз алдыңа елестеп сол кездегі заман бар. Сондай тәрбие алғаннан кейін әрине біздің болмысымыз бәрі ұлттық өзгеше болып өстік. Сол армандайтынбыз. Шіркін-ай, бізде тәуелсіз мемлекет болар ма екенбіз? Бізге де мынадай күн туар ма екен деп. Ал енді болады деген ойымызға кіріп шықпайтын, айтады ғой, түсіңе де кірмейді, түсімізге де кірмейді. Мынау бір Алланың берген бір бағы. Соның енді болды, тәуелсіздік алдық, қан төккен жоқпыз. Әйтеуір бейбіт жолменен келді басымызға Алланың қонған бағы. Енді соны ұстап қалу бүгінгі күні айтып жатырмыз ғой, 30 жыл енді бірінші экономика деп басшыларымыз солай деп атқаннан кейін бірінші экономиканы жөндеп алайық. Мынау етек жеңімізді жинайық дегенде етек жиналды деген мынау елбасымыз айтып отыр, рухани жаңғыру деп. Сол енді рух дегеніміз ол мынау енді материалдық емес дүние ғой. Кезінде мынау енді ұлылардың айтып кеткені, Карл Маркстың айтқаны мынау санан тұрмыс билеген заман айналайын. Біз нарықтық экономиканы құрып атқан мемлекетпіз. Оны ешкім де теріске шығара алмайды. Мынау 2005 жылдан бастап Қазақстан нарықтық экономикаға көшкен мемлекет деп дүниежүзі таныды, солай танылды. Біз бүгінгі күні сол нарықтық экономиканы құрып жатырмыз. Нарықтық экономика болғаннан кейін енді байлар бар, кедейлер бар дегендей, жаңағы кәсіпкерлер бар. Қазақ енді жай айтқан жоқ шығар, кәсіп бар жерде нәсіп бар деп. Сол кәсіпкерлікпен айналысып айтып жатыр ғой, мынау дүниежүзінің дамыған елдерінде қазіргі бізге үлгі қылып жатқан елдерде, мынау айтамыз әлгі шведский коммунизмде, Швецияда, мынау Норвегияда, Скандинавия елдерінде кешегі біз орнатып жатқан социализм орнады деп айтып жатыр ғой. Жаңағы тегін білім алу, тегін жаңағы медициналық қызметтер бәрі деп. Соның бәрі болу үшін елде мынау 60% ең аз дегенде орта класс болу керек деп отыр, средний класс дейді ортада. Соған жету жолдары қандай біздің. Мен өзім 5 аудан істедім, соның 4 ауданда әкім болып. Мектептерге барып жолығамыз ғой, оқушылармен жолығамыз. Соң қоңырауларына барам, жаңағы мектеп ашылғанда алғашқы сабақтарына барамыз. Сонда барлығын айтатын біріне мектепке барғанда айтам, айналайындар, балаларым, сендер ең бірінші сол бай болуды ойлаңдар. Әрқайсысыңа мен бай болуды тілеймін. Мен саған ғалым бол демеймін, космонавт бол демеймін, сен бай болайын. Ең бірінші міне күндізтін ойлайтының, сен бай болуды ойла. Өйткені бай адам деген ол ерікті адам, бай болам деген адам не ішем, не жейм, не кием демейді. Бай болған адам қайда барам демейді. Енді бай адамның оның ой өрісі де кең болуға тиістен былай алып қарасаң солай ғой. Ол ертең не ішейм, не жейм, ертең күн көрісім қалай болады деп ойламайды, бай болғаннан кейін. Ал енді бай болудың бүгінгі күні айтам басты. Енді саған қалдырып кеткен, ата-бабаңнан қалдырып кеткен байлық жоқ. Байлықтың бәрі кеткен 17 жыл, бәрі тегістеп тастаған теңіз. Одан кейін социализм құрдық, атаңнан, әкеңнен қалған байлық жоқ. Енді саған біздің бар беретін байлығымыз ол білім айналайын. Сен жақсы оқып, жақсы білім алсаң, орта білімді ертең сен жақсы институтқа түсесің, университетке. Жақсы университетті жақсы бітірсең, сен жақсы маман боласың. Жақсы маман болғаннан кейін сен сол жұмыс қалады. Ертең дүниежүзінің енді практикасы бойынша айтып топ менеджерлер дейміз ғой. Үлкен фирмаларды, үлкен компанияларды басқаратын жаңағы менеджерлер сол $1 миллион еңбек ақы алады мысалы. Енді бай адамдар керемет, солар міне мысалға атасынан қалмаса дағы өзінің білімінің арқасында, өзінің сол ынтасының арқасында сондай неге жетіп отыр ғой енді. Сондықтан сендер де сол шетелдік фирмаларға жұмысқа тұрсаңдар, үйренсеңдер, не болмаса бір жақсы маман болсаң, бір мамандықты жақсы етікші болсаң дағы, жақсы тігінші болсаң дағы, соның барлығы дағы мамандық қой, кәсіп қой. Кәсіп болғаннан кейін ертең оның игілігі де болады. Соны мынау игеру керек, соны түсіну керек. Басты айтамыз, ауылдың жағдайы не болады, ауыл құрып бара жатыр деп бәрі айтып отыр. Ауылдар енді кезінде енді кеңестік үкімет кезінде енді үлкен ауылдар болды. Үлкен шаруа жүргізу негізі солай болды. Мыңдаған мал болды, 10 мыңдаған, 100 мыңдаған гектар жер болды, әрбір шаруашылықтарда үлкен
соның барлығы негізінде үлкен ауылдар болды. Тың игеру кезінде үлкен совхоздар болды. Бұрын колхоздар, кішігірім колхоздар болыпты кезінде. Енді мынау 1897 жылғы, 1907 жылғы патша үкіметінің жүргізген мынау әлгі несінің перепис өткізді ғой, санақ. Сол халықтың санағының материалдарын көрдім. Санақ. Мысалы бізді Ақмола облысы, Көкшетау уезі, біздің тұрған жеріміз жаңағы Степняк, Қотыркөл болыс, Қотыркөлский болыс дейді. Сонда ауыл дегенің енді 18-20 үй. Қазақтың бір ауыл дегенің, ауыл 18-20 үй. Содан кейін административтік ауыл деген бар екен. Әрбір ауылдың өзінің аты бар, кішкентай ауылдардың мысалы. Мыңшұңқыр, Бұзаутөбе, Шапангүйген деген біздің мысалы ауылдардың аттары. Қарағай, Жалғыз Қарағай, Кіндік Қарағай, сондай сияқты ауылдардың аттары. Ал енді сосын нөмірлеген административтік ауыл деген бар. Бір административтік ауылға 20 шақты ауыл кіреді екен. 19, 18, 20 ауылдан. Сол енді қазір ойлаймын, административтік ауыл деген сол кезден қарасаң, қазіргі біздің сельский округ сияқты ғой, ауылдық округ сияқты солай. Ал енді біз үйреніп қалған біздің көзімізге ауыл дегенде сол кешегі совхоз елестейді. Үлкен совхоз, үлкен клубы бар, жаңағы үлкен столовый бар, асханасы, басқа дүниелер барлығы бұрынғы сол инфраструктура болды ғой совхоздың кезінде, сол елестейді біздің ауыл дегенде. Біз ауыл дегенде кішкентай ауылды елестетпейміз көзімізге. Мынау қазір енді Латвия, Литваны айтып жатыр ғой, дамып жатыр, болмаса Россияда хутор деген болды. Хутор дейді, оларда да сол хутор дегенің жаңа 5-6 үй ағайындасып тұрған сол шаруашылық. Енді бүгінгі күні негізінде ауылдарды қарасаң, енді бұрынғы ескі ауылдар тың көтергенге дейін. Сол ауылдар мысалға құрып кеткен жоқ қарасам. Мен енді іштеген 4 ауданында да салыстырып былай қарасам, мынау Жақсы ауданында әкім болып істедім 2004-2007 жылдар. Сонда жаңа бұрын ертеде бірінші әлгі патша үкіметінің жер реформасына сәйкес анау нелерді мұжықтарды алып келді ғой, жер игеруге, жер бөліп. Солар келген кезде бірінші 1880 жылдары, 1870 жылдары келгендер. Сосын ақырғысы мынау Столыпин реформасы 1900 жылдарда. Сол кезде келген орыстар, сол кезде келген ауылдар ешқайсы көшкен жоқ. Мысалы Новокиинка деген ауыл бар, Киевский деген ауыл бар, Запорожье деген ауыл бар. Солардың бәрінде халық отыр. Қазағы, орысы аралас, бұрынғы сол тұрғылықты орыстар сол жерде қалған, ешкім ешқайда көшіп кеткен жоқ. Ал енді мынау тың игеру кезінде келген совхоздардың барлығының дерлік халқы енді көшіп кетті. Мысалға мына қазіргі Біржан-Сал ауданы, бұрынғы Еңбекшілер ауданы, енді жарты совхоздардың Валиханов ауданына берді. Солардың көбінің халқы Белоруссиядан келген, Украинадан келген халықтар көшіп кетті. Ал енді кіші ауылдар бұрынғы ерте патша заманынан келе жатқан Құдықағаш сияқты, Сәуле деген, Қоғам деген ауыл бар, Қызылұйым деген ауыл бар, Мақпал деген ауыл. Олардың мысалға әлі күнге дейін іргесі сөгілген жоқ. Сол қалпында мектебі бар, клубы бар, мешіттерін салып алды, ауыл тұрып жатыр. Өзі сол жерлер бар, егін еккендер егін егіп, мал ұстағандар малдарын ұстап, сол өздерінің тіршіліктерін дөңгелетіп, сол жерде іргесі сөгілмей сол ауылдар отырмақтымын. Міне ауыл дегенде менің көз алдыма мысалы сондай ауылдар елесі. Сол ауылдар жаңағы өз күндерін өздері көріп, енді үкімет тарапынан істеліп жатқан шаруалар белгілі ғой, көп шаруалар істеліп жатыр. Сондықтан ең бірінші сол кәсіпті дамыту керек. Мен ауылды сақтап қалу үшін, ауылды көркейту үшін дейміз бе, жаңа көбіне мысал келтіреміз. Анау Сауырды айтамыз мысалға, Родина қандай ауыл мысалға жай. Енді сол ауылдар ұстап отқан жаңағы Сауыр деген ірі кәсіпкер. Ірі кәсіпкер, жаңағы айтқан топ менеджер дейміз, ол дарын есі мысалы. Дүние жүзінде енді жаңағы American Economics деген кітабын оқып, сонда айтып отыр. Дүние жүзінде 10% халықтың бойына бітеді екен бұл кәсіпкерлік дарын деген дүние. Мысалы жерді есептейміз, жаңағы өндірістік негізі деп. Сосын енді мысалға заводтар, фабрикалар сол сияқты жаңағы
потенциал дейміз, әлеуеті болып есептеледі екен елдің жаңағы кәсіпкерлер. Жаңағы 10% 1000 адам болса, соның 100-і ғана жаңағы айтайық кәсіпкер бола алады деген. Оның ішінде болатын болмайтыны бар. Сондықтан сондай кәсіпкерлерге жатады ғой. Мұның болмаса мынау жаңағы Арипов Алихан деген азамат бар, үлкен Заречный деген шаруашылық ұстап отыр, мысалы Жарқайың ауданында. Солар мысалға енді сол өздерінің кәсіптерін әрмен қарай дөңгелету үшін, өздерінің шаруашылықтарын жүргізу үшін сол ауылды ұстап отыр. Сол ауылға клуб салып жатыр, сол ауылға мектебін оңдап жатыр. Сондайлар кәсіпкерлер ертең тағы да шығады деп ойлаймын. Солар мысалы үлкен шаруашылықтарды дамытады. Ал енді мынау кішігірім ауылдар жаңағы 15-20 үйден дамитын ауылдар, енді өзіміздің сол қазақы бұрынғы ауылдарды сақтап қалу үшін сол жағдайын жасап, егер электр желісі бар болатын болса, суын тартып берсек, мысалы су бар болатын болса, енді көбіне шыдадық, азына шыдаймыз ғой. Газ келіп қалды, газ алла жазса, Астанаға келді, Аршалы ауданында келіп жатыр, Құдай қаласа. Егер Көкшетауға дейін тартатын болса, бойындағы Ақкөл бар, Шортанды бар, Бұланды бар, Біржансал бар, бәріне де түгел жаңағы газ енді келеді деп сенеміз. Соған газ келетін болса, ең бастысы жылу мәселесі шешілсе қалған, енді қалған сосын ауылда ақырын қалған тұрмысын халық өзінің дөңгелетіп жүргізе береді ғой. Сондықтан адамның жаңа біз 80 жыл бойы кеңестік үкімет кезінде мынау жеке меншік дегеннен, кәсіпкерлік дегеннен әбден бездік, одан құлқымыз болмады ғой. Жоқ, мысалға. Енді қазір жаңадан сол болып атқан біздің кәсіпкерлер, солар дамып барып, солар ертең шаруашылықтарын жөнінде әрқайсысы. Ал енді соған бет бұру үшін, сол кәсіпкерлікпен айналу үшін біз өзіміз өзгеруіміз керек қой. Жалпы біздің мінезіміз, біздің жаңағы өзі мінез құлқымыз өзгеру керек. Соның барлығын жаңағы рухани жаңғырудың басты бір несінің бірі сол шығар, адам өзгеру керек. Ылғи неге мысалға келтіріп айтам, ненің Малайзия деген мемлекет бар, білесіздер. Азияның жолбарыстарының біріне жататын, жаңағы Сингапурмен бірге, мынау оңтүстік Кореямен бірге, солармен бірге, жаңағы Жапониямен бірге дамыған елдердің бірі сол Малайзия елі. Мұсылман елі, ұлым сонда оқыды, сонда университет сонда көріп келдім барып. Керемет дамыған ел, экономикасы дамыған. Соның барлығы, соның енді жаңағы лидері, сол елдің басшысы Мұхаммед Махатхир деген азамат. Ел басшысы сол елдің көсемі деп айтуға болса. Сол кезінде бұлар енді керемет нашар тұрған, Англияның отары болған, отардан сол жаңа босап, одан сол азаматтық соғысқа дейін жетіп қалып, халқының енді 50% ғана малайлықтар, қалған 50% Қытайлар мен үнділіктер. Қытай көп, 30%-дай қытайлықтар тұрады. Енді кәсіппен бәрімен Қытайлар айналысқан ғой. Қытайлар енді кәсіпке, саудаға бәріне солар айналысады. Анау гостиница, басқа таксине деген жағында бәрінде жаңағы үнділер, олар да енді кәсіпке жақын нелер. Ал малайлықтар сол жаңағы ауыл шаруашылығы бар, немен сол елдің тұрғылықты халқы сол болса да. Соны анау Малай дилеммасы деген кітап жазады 59-шы. Мұхаммед Махатхир. Сонда бастысы сол халқының өзінің мінез құлқын айтады. Біз өзгеруіміз керек. Біз малай халқы өзгеруіміз керек. Мысалға қараңдар, сендердің анау бесіктер болып тұрып, малайдың әйел өлең айтады дейді. Вот міне мен қазір Қытайдың дүкеніне барамыз, Қытайдың дүкенінен барып не аламыз дегендей сондай өлеңдер. Сондай ал оның миына да кірмейді дейді, анау миында санасында жоқ. Анау малайлықта дүкен болады деген дейді. Өйткені малайлықтың анау неге, о да біздің қазақ сияқты халық екен, сауда саттыққа деген біз айтамыз ғой, ой, өзбек сауда саттыққа керемет, ұйғырлар сауда саттыққа керемет, басқалар біз сауда саттық біздің миымызда жоқ сияқты. Біз деген қазақ деген дүкенде тұрып сату деген, базарда тұрып бұрын солай болды ғой. Енді қазір енді үйреніп жатырмыз ғой. Сондықтан сол ең бірінші өз ұлттың анау несінен бастайды жаңағы. Мінез құлқының өзгеруі, жаңағы заманның талабына сай. Заман өзгерді ғой, заман өзгерді, біз оны мойындауымыз керек. Заман өзгерді түбегейлі. Қазір заманда жаңағы сол бәсекеге сай болайық десек, басқа халықтармен тереземіз тең болсын десек, осындай байлықтың үстінде отырып, бізге өзгеру керек. Өзгеру керек. Өйткені бүгінгі күні қалай айтсақ та, қандай нетсек та, сананы бүгінгі күні тұрмыс билеп тұр оны.
оны ешқайда кетпейміз айналайын. Солар ғой сананы бүгінгі күні тұрмыс билеп тұр. Енді анау ең бірінші 92 жыл, 91 жыл ма оқыдым. Жаңа нарық көші бастаған кезде неше түрлі әлгі аудармалар пайда болды. Американың нелерін аударып, мынадай жаңа нарықта кітаптар пайда болды. Солардың ішінде жазыпты Америкада дейді, сондай ұран бар екен, енді сөз бар екен, айтады екен дейді. Если ты умный, почему ты бедный деп айтады. Егер сен ақылды болсаң, сен неге кедейсің? Мынау сол сөз есіме түсіп кетті, міне 63-ке келдім, есіме түсіп кетсе қазірге дейін шошып оянамын. Осын ұйқы. Сен дейді ақылды болсаң, сен неге кедейсің? Біз енді ақыл деген басқаша түсіп келдік қой. Ақылды болсаң, сөзге шешен керемет, енді ақылды айтасың, бәрі ақыл. Осы біздің елде Көкшетауда Қасым Серікжан деген ағамыз болды. Біз Көкшетаудың қаласын исполкомын басқарған, артынан сол кісімен бірге қызмет істедік. Бір керемет сондай дана, керемет сондай ел жанды, Көкшетауды ше жанып тұратын, өз Көкшетаудың бір патриоты болды. Ағамыз мынау қайғылы қаза тапты өзі де жолдас. Сол кісі айтатын, ой, Ермекжан, бүгінгі күні жұрттың бәрі ақылды дейді. Үйдегі қатын балаңнан бастап бәрі ақыл айтады. Бәрі ақыл айтады. Ал енді жаның қысылғанда ақылдасатын адам жоқ дейді. Жеме-жем келгенде ақылдасатын адам жоқ дейді. Сол сияқты бүгін енді ақыл айтпаймыз, ешкім ақыл айтудан аулақпыз, ақыл айтпау, ешкім бүгін жұрттың бәрі ақылды. Ал бірақ енді шынында да мынау бүгінгі күні кәсіппенен айналысу керек. Кәсіпті жаңағы ұлттық буржуазияны қалыптастыру. Ұлттық буржуазиямыз болу керек. Сонда енді бұл енді бүкіл дүниесінің өткен жолы ғой. Жалғыз біз емес, бәрі де содан өтті. Қарауымыз керек қой, тарихқа қарауымыз керек. Ұлттық буржуазия дамитын болса, өмір бойы сауда саттықпен, өмір бойы сауна салумен, өмір бойы гостиница салумен айналыса бермейді оларда. Қазір қазақтың бизнесіне қазір дүкен салады, сауна салады, гостиница салады, басқа бір завод салып атқан, фабрика салып атқандар аз деп енді сын көтеріліп жатыр, айтылып жатыр енді. Оған да жететін шығармыз. Ол енді әбден байығаннан кейін сала бермейді ғой, дүкен сала бермейді, дүкен болды енді жеткілікті. Ал енді қазір сол дүкенде тұратын дүниені жасауға болады ол мысалы. Болмаса айтады, капиталдың 30-40% мына қызмет көрсету саласында табылады екен. Халыққа қызмет көрсету. Енді бұл ең аз шығар, менің айтпарым 30-40%, одан да көп, 50-60% сол қызмет көрсету саласында. Мысалы бүгін қарасаң, бүгін күні міне қаланың ішінде 150 мың халық бар дейді. Соның тұрып атқан үйлерінде жаңа канализациясы бар, электр желісі бар. Бүгін күні іздесең электрик таба алмайсың. Электрик жоқ қой мысалы. Қазір мынау Көкшетаудың жаңағы электр желісі, ол үйдегі сенің мынау неңді қарамайды. Сенің резеткең күйіп кетті ме, сенің жаңағы нең істемей жатыр ма, анау включатель, оған ол жауап бермейді. Енді соны өзің істей алмайсың мысалға. Жақсы өзің қолыңнан келсе, ал қолыңнан келмейтін болса, біреуді шақырып алып, сен ақшасын төлеп жалдауың керек. Жақсы ондай адамдар көп болатын, жоқ қой ондай адамдар. Болмаса әрбір үйде жаңа канализация бар. Канализация бітеліп қалды ма, бітті шаруа. Бүкіл дүние су ақпайды, туалет істемейді дегендей, басқа бәрі ыдыс жуылмайды. Көп этажды үйде ойлап көр, жаңа канализацияң істемей қалды. Құдалық болып жатыр, ортасының құдалығы жанталас жүгіріп жүр, бірақта жеңгеліп, мына канализация бітті шаруа. Міне, 1-2 сағаттан құдаларға канализация бітелді, су ақпай жатыр. Жоқ. Содан енді анау риск бизнес бар ғой, содан жаңа слесарь тауып алып, звондап, жап-жас, орыстың жігіті келді. Астында машина, әпедем кеңге осындай аға, где можно перерез, қайда барып сен? Сол көрсетіп бар. Жаңа комбинезон киіп алды. Енді саған өтірік, маған үшін көп болса бір 10-15 минут жұмыс істеді. 7 мыңға келіскен. 15 минут жұмыс істеді. Су ақты, бәрі тамаша. Жеңгең риза, ел риза. 7 мыңын алып, ол да риза. 15 минут жұмыс істеді, 7 мың теңге ақша алды. Киімін таза киді, кетті. Кәсіп емес. Кәсіп. Енді сонымен айналысуға біз ойлаймыз, неге мен бұл сантехник боламын, маған не ол керек? Айналайын, кәсіп қой, бүгін күні жоқ. Болмаса күн сайын Көкшетаудың көшесінде қазір машинадан көп дүние жоқ, машинадан көп дүние жоқ.
бұрынғыдай әлгі камераны ауыстырып атпайсың, шиномонтажка деген ауылдарға барып жиналыс өткізем ғой мысалы. Әрбір ауылда кем дегенде үлкен ауылда 100-150 мәшін бар. Айтам, 150 мәшін бар ма? Әкімнен сұрайм, бар дейді. Ал енді неше шиномонтажка бар деймін. Жоқ шиномонтажка. Қайда апарасыңдар? Степнякқа апарамыз, Макинкаға апарамыз. Айналайын, 150 мәшінға бір шиномонтажка қоюға болады ғой енді. Ана үлкен ауылдарда 200 мәшінға дейін бір ауылда мәшін бар. Бірде бір шиномонтажка жоқ, бірде бір СТО жоқ. Жоқ. Бірде бір автоэлектрик жоқ. Мысалға қазір анау жүрген машинаңның түгел электроника ғой, бәрі. Бұрынғы машиналарды еще істеуге болатын. Қазіргі машиналарда кілт жоқ, бұрынғыда қорап кілт сап алатынбыз, отвертка болатын, жаңағы плоскогубцы болатын, бәрі болатын. Қазіргі машинада екі-ақ кілт болды, басқа ештеме жоқ. Бәрі электроника. Соның бәрін үйреніп жатқан кім бар мысалы? Ана мастер директ деген ба, дүкен бар, барсақ жазулы тұр. Бізге жаңа стартерлер менен генераторларды оңдайтын мастер керек. Болмаса оқытуға даярмыз. Анау электрикке машинамыз не істемейді, бардық, пеш істемейді, барсақ кезек анаған жазылу керек. Біз мысалға сейсенбі күні бардық, жұмаға жазып қойдық. Жұмаға дейін анада не жоқ, орын жоқ. Қараш мінеке, кәсіп қой. Сондықтан солардың бәрін бүгінгі күні біз нарыққа үйренелмейтін, бәрі жақсы ғой, өткенімізді көтеру деген жақсы. Мынау нелердің айтып жатырмыз, рухымызды көтеру үшін біз қандай халық болғанымызды әрине жастарымыз білу керек. Біз деген қазақ деген бұл Алланың сүйген құлы, біз бақытты халықпыз, батыр халықпыз. Негізінде бүкіл дүниеміздің халқында бәрінде бірдей жоқ дейді ғой, мына батырлық эпос дегендерің, эпостық жырлар ол әр халықтың маңдайына бітпеген дүние екен ғой. Ол мысалға бізде бірнеше оңдаған жүздеген эпостар бар. Біз батыр халықпыз, кейбіреулер сын айтып жатады, ойбай, әрбір ауылды кімді айтсаң бәрі батыр болып кетті. Енді ол біз батыр болмасақ, біздің аталарымыз батыр болмаса, осынша жерді қалай ұстап қалды дейді. Осы жерді ұстап қалдық қой енді. Ол кейбіреулер айтады, көшіп қонып жүрген жерім бәрі қазақ өзінің жері деп санауға. Олай емес екен. Олай емес, өйткені мынау көшпенділік деген бұл біздің шаруашылықтың жүргізу түрі, біздің көшпенділігіміз. Мысалға салт дәстүрі көшпенділік халықтар бар мысалы. Сығандар сияқты басқа халықтар өмір бойы көшіп жүреді. Ал біз енді біздің ол салт дәстүріміз емес, біздің ол шаруашылық жүргізу түріміз шаруашылық. Способ ведения хозяйства. Кочевничество деген, біздегі кочевничество, біздің көшіп болуымыз. Қазақтың анау Славцов дегеннің путевой записки дегені бар екен. Славцов деген ғалым болған екен, орыстың ғалымы, революцияға дейінгі Томск университетінің профессоры. Сол мынау қазақтың шаруашылық жүргізу несін жазған екен. Көшудің өзі көш. Анау күздік деген бар, жайлау деген бар. Мысалы қазақ анау шу жақтан, шудың бойынан жаңа наурыздан кейін көшуді бастаған. Көш ақырын сол мынау май июньнің кезінде қарай, майдың басында солай осы жаққа Сарыарқаға жеткенге. Нағыз мынау жер көктөп, көгеріп, бәрі тамаша болып жатқан кезде сол кезде келіп жеткен. Содан кейін ақырын августтың аяғы сентябрьдің басына қарай көшті бұрып, әрмен қарай ептеп көшіп сосын. Сонда соның бәрін анау жазады, қалай көшкен. Мынау мінеке осынша уақыттан осынша уақытқа шейін осындай жерде болған, мынадай уақыттан кейін мынадай жерде, бұның бәрі сол шаруашылықта қалай жүргізген. Бұл шаруашылық жүргізу әдісі деп солар. Сондықтан қазақтай мынау табиғатты білетін, қазақтай табиғатты түсінетін халық жер жүзінде аз шығар деп те бір осы жақта біздің жақта болған Европаның этнографтарының біреуі жазып, қазақтай табиғатты түсінетін халық жер бетінде жоқ деп. Біз соның бәрін қазір жоғалтып алдық қой. Жауырыншылар болды ғой, жауырынға қарап жіберіп, мысалға ауа райын қандай болатын, қандай заман болатын, қандай не болғанын енді жорамалдайтын жорамалшылар болды. Мысалға жұлдызға қарап жорамалдайтын жорамалшылар болды. Соның барлығы кешегі анау бақсы балгерлер болды. Соның бәрі болды ғой мысалы. Айтамыз ғой, Қойлыбайдың қозы, Қойлыбай мысалы нелер қандай бақсылар болған, балгерлер болған, соның барлығы біз бүгінгі күні көбін жоғалтып алдық. Енді біртіндеп қалпына келтіріп, бұның бәрі біздің енді ата-бабаларымыздың бізге мирас қылып қалдырып кеткен жаңағы үлкен аманаты ғой. Біз үшін жаңа қазақтың мынау қазақ емі, қазақтың ол
сосын қазақтың мынау тәрбиесі, қазақ тәрбие. Таңғаламыз, ойбай, жапондықтар керемет екен. 5 жасқа дейін балаға тәпсем ештеме демейді екен, ол не істесе дағы басыңа серпін етсін. Анау корейлер сөйтіп тәрбиелейді екен. Ай, олардың бәрінің ата бабасында ғой қазақтың тәрбиесі. Қазақтың тәрбиесі деген біздің этно тәрбиеден біз айырылып қалдық қой. Этно тәрбиемізді мысалға қолға алып, сол қазақ тәрбиеге бет бұратын болсақ, содан артығы жоқ қой мысалы. Чехтың Ян Каменский деген ұлы педагог болған. Соны мысалға ұлттық тәрбиеге, ұлттық мектептерге зор көңіл бөлген, айтқан ғой, 7-ші классқа дейін тек қана ұлттық тілде оқу керек, ұлттық тәрбие беру керек. Ол кезде де мынау латын тілінің басымшылығы болған, ол кезде латын тілінің басымшылығы болған, чех тілінде оқымаған, бәрі латынша бәріне. Сол кезде соған қарсы шығып өзінің несінен сонда айтқан, ұлттық не беру керек еді, баланың санасына ұлттық тәрбиені құю керек. Ұлт болайық десек, жаңа айтып отырмын ғой, қазір айтқан жоқ қой, бесігіңді түзе деп, сол қазақтан қалған сөз жоқ. Сондықтан мынау қазір айтып отырмын, балабақшадан бастап, балабақшаның барлығы негізі мемлекеттік тілде болу керек қана. Иә, шынында да біз мүмкін енді қазір мынау үлкендерді енді тілі біздің анау Тұрсынбек Кәкішев атамыз айтатын, кәрі орыс мұсылман болмайды деп. Енді ескі нелерін үйрете алмас біз. Ал енді мынау жастарды үйретіп, мысалы мектептен бастайтын болса, болмаса жаңа балабақшадан бастап тіл ғой негізі, бәрінің негізі. Сондықтан тілге ең бірінші өзімізден бастауымыз керек қой, өзіміздің сол. Енді өзімізбен өзіміз бәріміз қазақ сөйлеп отырсақ, Құдайға шүкір бүгінгі күні Ақмола облысының өзінде міне 60%-ға жуықтап қалдық қазір. Енді ауылдардың мысалы Зеренді ауданының айтайық 70% қазақ, Целинарат ауданының 80% айтайық қазақ. Мысалы Ерейментау мен енді Қорғасында айтпай тұрғанда қалғанда. Солардың бәрі түгел қазақша сөйлеп жатса, солардың бәрі жаңағы мемлекеттік тілде іс қағаздарын бәрін жүргізіп жатса мысалы. Мен ойлайтын, менің өз немше, енді нарық деп айтып отырмыз ғой, нарықтық экономикаға көштік. Сонда 2000-ші жылдары әкімнің орынбасары болып істеймін, сонда айтатын, шіркін-ай, ақша қазақша сөйлеу керек. Ақша қазақша сөйлесе, онда қазақ тілінің шынында да мемлекеттік тіл болған. Содан енді отырып, жаңағы райфонның бастығын шақырып айтам, әй, Берікжан, сен мынау платежный поручение дегендер бар, соларды қазақша толтырасың. Толтыршы қане қазақша. Толтырайық біреуін енді, отырып. Бар ғой, справочниктер бар, жасайық, перевод жасайық, толтырайық. Енді бәрін толтырып жасасақ, компьютер қабылдамайды. Компьютер қазақша түсінбейді. Выплевывает дейді, түкіріп тастайды сенің жаңағы. Қабылдамайды қазақша. Сосын енді звондаймыз ғой, облысқа звондаймыз, облыс білмейді, республика. Сол кезде Зейнолла Кәкімжанов істейді, менге жауап берді. Біз тапсырма бердік. Қарағандының университетіне қазақша программа жасап жатыр. 2000-нешінші жыл деді, ол кезде 90-шы жылдардың аяғы, 2000 жылдың басы. Сол 2010 деді мекен, 2000 жыл сол кездерде 2007 деді ме, 2007 жылдан кейін сонда олар программа шығады, болады программа дейді. Біз ол кезде ойлаймыз, ой, ол қашан болады, 2005 деген, біз қайдамыз, 2007 жыл қайда. Сол шындығында да мінеке көз көрді, қазір барлық сол бағдарламалар жасалды. Қазір қазақша жазып алып барсаң, қазақша қабылдайды. Компьютерін қазақша түсінеді қазір, Аллаға шүкір. Барлығы мысалы уақыттың несінде, әр нәрсе өзінің уақытына қарай келіп жатыр. Кейде енді әрине кей дүниеден қалыпта қойып жатқан шығармыз. Ал енді негізінде асықпай баппен бәрінде сол бастысы асықпағанның да асықпағаны бар. Біз енді өзіміздің немізді жоғалтып алмауымыз керек. Қазір кейде ойлайсың, мынау сол Совет үкіметінің уақытындағы жастардың, сол кездегі 80-ші жылдағы жастардың рухы, 80-ші жылдағы жастардың көзқарасы қазірге қарағанда бір саты жоғары ма деп ойлаймын. Сол кезде біз енді армандадық, айтып отырмын, жаңағы осы тәуелсіздікті армандадық. Тәуелсіздік ел болсақ шіркін-ай деп, сол кездегі рух, сол кездегі жаңағы не басқаша. Қазір енді бұлай бір бейбарақат, әрине бұның бар көктен түскендей басымызға қонғандай, басымызға қонды, енді бар дүниені ұстап қалу бар ғой енді. Онда айтам, мысалға нелерге жиналыстарға барғанда айтатым, айналайын,
бауырларым, біз енді бақыттымыз, енді баянды болсын мынау тәуелсіздігіміз, бірақ біздің маңдайымызға бітті мынау жаңағы іргетасын қалау тәуелсіз Қазақстан. Ал енді осыны іргетасы мықты болып, әрмен қарай ғасырлар бойы мәңгілік демек, енді ғасырлар бойы тұратын болса, онда алғыс алып ататын біз боламыз ғой. Алғыс алып, ой, міне осылар құрып кетіп еді дейді. Ал енді ертең арду-дұрду болып іргесі шайқалып ататын болса, онда көрінді өкіріп ататын да біз боламыз. Міне қолдарында тұрған бақты басып тұра алмады деп, бақ қой, бұл біткен біздің басымызға бақ. Сондықтан жаңа жақсы мысалдар бар ғой, кәсіпкерліктің жаңа мысалдары бар. Енді мынау жақсы аудан деп айттым ғой, жақсының енді өзі аты жақсы болса, заты сондай жақсы жер. Қима деген үлкен жер бар. Кешегі Кенесарының сарбаздарының бірі Бала Баубектің елі. Бала Баубек естулеріңіз бар ғой, Бала Баубек деген батыр болған Кенесарының батырларының бірі. Ұсталған ғой, енді Кенесары ар жаққа кетті, бұл қалды осы жерде. Содан енді қазақ, ол кезде қазақ көрсетіп, соңынан содан ұсталады Баубек, енді ұсталып кетіп бара жатқанда, сон жігіттер келеді. Әке, біз сіз босатып аламыз, мынау жоқ, елге зияным тиеді ғой, жарайды, мен енді елге қайтып оралмаймын деп, енді аңыз әңгімесі бар, оның бәрі қалай болғанын, кімнің Кенесарының тоқалынан қарғыс естігеннің бәрін айтып келіп, сондай мен елге енді оралмаймын дейді дағы, мынау бармағын кесіп алып, тымағына салып беріп, мынаны апарып жерлеңдер, маған елден топырақ бұйырмайды. Не қылған дейді. Сонда барып сол бармағының жерленген жер бар, сол жерге мазар орнатты үлкен. Ал енді өзі сол Тобыл қаласының іргесінде мына Түмен облысында жерленді. Сосын ұрпақтары барып тауып алып, сол жерге басына тас қойып, Қабилолла Шаяхметович деген ағамыз бар, Есіл ауданында әкім орынбасары болды, Арқалықта әкім орынбасары болды, Біржан Сал ауданында әкім орынбасары болған, сондай зиялы керемет бір азамат. Сол Баубектің, Батыр Баубектің ұрпағы сол бастап барып, сол нені басына тас орнатып, сонда бір ақсақал тауып, сонда айтып кетті, менің әкемнің әкесі айтқан деп айтады. Осы жерде қазақтың бір батыр жатыр, Баубек деген. Қазақстанның, қазақтың батыр жатыр осы жерде. Соның барып басын түзеп, соның Құран оқып жүреді екен бар. Сол жақтағы қазақтар, Түменнің қазақтары. Содан іздеп барғанда, соны тауып алып, сол жерде басына барып тас орнатып, елден топырақ апарып, ол жерден топырақ алып қой осылай. Енді қазір мынау бастама көтеріп отыр, мынау жаңағы Жарғайынға қарай кетеді, мына жағы Есілге, бұлай неге Атбасарға қарай кететін жолдың несіне бойына нені Бала Баубектің ескерткішін қойсақ деген бастама көтеріп отыр. Бұл енді қазақтың керемет жаңағы туыстаған батырларының бірі. Бала Баубектің. Сол жақсы жерінде мынау жаңағы Валиев Батырбек деген азамат бар. Батырбек Тұрсынбекұлы деген ірі кәсіпкер. Ірі кәсіпкер сол Жақсы ауданының енді 7-8 шаруашылығы соның жаңағы үлкен несіне кіреді, компаниясына. ТНК деген компания бар, сол жерде үлкен жаңағы элеваторлары бар, диірмендері бар. Ауыл шаруашылығы өнімін толығымен өңдеп шығарады. Оны шығарады, жаңағы комбикорм шығарады, жаңағы жарма шығарады, крупаның неше түрлісін бәрін түгел. Барлығын өнім ретінде сатады, жаңағы шикізат ретінде емес. Москваның Ломоносов атындағы университетін бітірген, сол елдің тумасы. Міне бір керемет үлгі. Мынау қазіргі жастарға болсын, қазіргі біздің кәсіпкерлерге болсын, қазіргі біздің байларға болсын. Содан кейін мынау Қостанай облысының Қарасу ауданында Тұрсынов Алмат деген азамат. Мынау Қазақстанның еңбек батыры. Бір ауданға ие болып отқан керемет бір азамат. Өздері 7 ағайынды, біреу қайтыс болды, Марат деген, қалған енді бар. Жанабіл деген әкесін көрдік, ақсақал. Сол бір ауданды ұстап отырған сол азаматтар керемет. Баяғы қазақтың байларының бүгінгі жұрнашағы, бүгінгі жалғасы деп айтуға болады. Кешегі Құнанбайдың, кешегі Сандыбайдың, Ерденнің, кешегі анау Сайдал, Аққошқара нелердің, солардың мысалға кеше Құныскерейдің анау
Қамза Шенжановтың несінде бар ғой, ақ жайығында. Солардың мысалға қазақтың байлар тек қана байлықты ғана ойлап қойған жоқ қой, олар жаңа рухани жағында, жаңа енді сондай рухани байлық болмаса Құнанбай абай қайдан болар еді мысалы. Сондай енді сол мына біздің Көкшетауда да қандай Сатыбай деген бай болған мысалы, кезінде Сәкен Сейфуллин тоқтап болсын. Анау кімнің Сәбит Мұқановтың мектептерінде де бар ғой, айтады, о Көкшетауда жылқылы байлар көп екен деп ағамыз жазады енді. Ол кісінде бүгінгі сынап атқандар көп болып жатыр. Ойбай, Сәбит бұлай болыпты, Сәкен бұлай болыпты, кешегі алашордашыларды құртқан солар екен деген әңгімелер көп енді. Әр заманның өзінің жағдайы бар ғой, мысалы ол кездегі жағдай басқаша болды. Сәбит пен Сәкеннің тап күресі деген болды мысалы. Біреулер кедей болды, біреулер бай болды. Сонымен енді сол кездегі оларға сын айту үшін сол кезде тұру керек, болмаса соны өз бойыңнан өткізу керек, содан кейін барып сын айтуға болады. Айтпесе қазіргі заманда шалқып толқып отырып, ай ол солай болды екен, мынау былай болды екен деп айту оңай ғой. Енді сол жаңағы Тұрсынбек Батырбекұлы деген азаматымыз сол үлкен спорт мектебі бар. Енді жаңа балаларды талантты, спортқа деген таланты бар балаларды, жаңа оның ішінде балуандары бар, оның ішінде жаңағы боксерлары бар, оның ішінде жаңағы баскетболмен, волейболмен айналысатындар бар. Интернаты бар өзінше, талантты балалар жинап алып сол жерде. Соның барлығын өз есебіне ұстайды. Үкіметтің ешқандай қаржы бөліп, үкіметтен көмек. 400-500 миллион жылына жұмсап, сол кезде мен істеген қазір одан да артық шығар. Соншама қаржы өз қалтасынан шығарып, соны ұстап отыр, қалғанын айтпаған. Өзінің шаруашылықтарының барлығын жаңағы жолына, жаңа мектебіне көмек қой, бәріне қаржы бөледі. Міне, азамат қой. Ақшасын шетелге апарып тығып атқан жоқ. Басқа жерге банкқа бір неге салып атқан жоқ. Сол ауданға, сол өзінің тұрып атқан еліне, туған жеріне салып отыр. Сол сияқты жаңағы Алмат деген азаматта мысалы Тұрсын. Сол өзінің туған жеріне, өзінің қарасуына, соның өркендеуіне, соның көркеюіне салып отыр. Міне сондай бір азамат шықса шіркін әрбір ауданнан, әрбір ауылдан елім деп жаңағы туған ел бағдарламасын. Туған жеріңе туың тік деп, соны әрқайсысы келіп сол өз туған жеріне сол қаржысын салса, сондай жаңағы рухани байлығында барлығы да жаңағы жастар соған қарап бой түзейді дейді ғой, қазақта бар бой түзейді деген, соларға қарап бой түзеу керек негізі. Оларды мысалға сын айту оңай, ой керемет бай сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дегенде емес. Соларға қарап бой түзеу керек. Әйтпесе бәрі жұлдыз деген көбейіп кетті, бір-екі өлең айтады да жұлдыз болады бәрі. Сосын жастар соларға қарайды, солардың дұрыс емес негізі. Теледидардың өзіндегі жаңағы саясат дұрыс емес, соларды дәріптеп, соларды соның ит мысығына дейін көрсетіп, соның ит мысығына дейін жазып, оның не ішкенін, не жегенін, не кигенін бәрін ойлаймын дұрыс емес. Неге мысалы жаңа Батырбекті көрсетпеске? Неге жаңағы сол Алматты көрсетпеске телевизорда? Болмаса мынау жаңағы Ерейментау ауданында 40 жайлау бар сақталып қалған. Адгон дейміз ғой, 45 адгон бар. 2-3 үй құдығы бар, 4-5 базы бар. Соның басында тұрады, соның басында малын ұстайды, электр желісі сақталған. Сол жерде өзі малын өсіріп, 4 түлік малын қойы бар, жаңағы жылқысы бар, қара малы бар. Сол жерде өсіріп жатырмыз. Ешкімден кем емес. Әр түрлі мысалы бұрын немен айналысқан. Мұстафин Ербол деген азамат бар. Бұрын жаңа аудандық ішкі істер бөлімінің орынбасары болған басшысы. Пенсияға шыққан, сол өзінің сол жылқы ұстап, сол жерде қымыз сатады, жылқы сатады. Ағайын Даубакировтар деген бар. Ішінде Ғұбайдолла дегені бар. Мынау ненің с отличием Қарағандының университетін бірге. Заңгер. Бірақ сол үш ағайын жігіт сол жылқы бағып отыр. 3-4 мың жылқысы бар әгізеді. Мыңнан ат. 100 емес, 1-2 үйір емес, 3 мың жылқысы бар әді. Шонда үш ағайынға әрқайсысы мыңнан деп есептейді. Сол қайда болады. Және ата-бабалардан келе жатқан, жаңа Құныскерей жайып отқан жоқ. Құныскерей деген селекционер болған ғой. Жаңа қазақтың мынау түйесінің жалғыз өркеш түйенің нарыс шығарған деп солай деп жазады ғой, мыналар да сол жаңа өздері селекциямен айналысады, жаңа сұрыптаумен айналысады, жаңа асыл тұқымды өздерінің ала биелері бар, ала жылқылары. Оны ешкімге бермейді, және ата-бабалардан келе жатқан біздің жылқының құты деп соны сақтайды. Міне соларды көрсетіп, бір-екі көрсетті, ұмытып кетті. Соларды көрсетуге болды. Міне Лексуспен жүріп жылқы бағады, ал барсақ жылқы артып жатыр қайда.
екі лексустар камаздап жылқартып жатыр барсам. Міне байлық қой енді. Сол ауылда 2 этажды үлкен үй, коттедж. Су тартқан ішінде, жылу бар ішінде. Ешқандай қаладан кемшілік жоқ. Сол ауданда Азиев, Беркінбай деген, ойлайсың ғой қазақ. Шешен. Әкесі Қосай деген, Қосайдың баласы деймін мен, Қосайдың баласы. Қосай деген әкесі, Азиев Қосай деген алдын қатарлы шопан болса керек. Бүкіл жиналыстарға барған. Қазақша өлең жазған. Айтысқа қатынасқан жаңа Қосай. Өлең айтқан қазақша домбырамен. Қазақ болып кеткен ғой әбден, қазақ тәрбие алып, шешен. Енді Шешенстанға барып, сондағы туыстарын іздеп, барып келген ғой, сондай ана Қадыровтың шешелерінің бір туыстықтары бар екен. Қазір мынау президенті бар ғой Шешенстан. Бірақ Шешенстанға көшкен жоқ. Шақырып байыпты, мен саған жағдай жасаймын. Коттеджіңді беремін, барлық жағдайың жасап беремін, келді. Жоқ, барған жоқ. Ешқайда. Тұрып жатыр өзінің сол жаңағы Ереймент ауылында, сол өзінің адгонында. 2 этажды коттедж адгонның басында. Су бар ішінде, туалет ішінде, жаңа барлық жағдай жасалған. Керемет. Міне соларды мысалға үлгі ғой енді. Әрбір қазақтың солай тұратын бүгінгі жағдай бар ғой жасау. Соны шіркін-ай деп ойлаймын, соны жасасақ бізді дүниежүзінің жаңағы азық-түлік несі бар, оның бөлімі бар, ФАО дейді. Международная продовольственная организация, сонда ФАО деген, солардың ғалымдарының жаңағы болжамы бойынша 3-ші мыңжылдықта дүниежүзін Қазақстан асырайды деп жазып деген өтір. Yani Қазақстанда жер байлығы жетеді, мысалға жайылым байлығы жетеді дегенің анау 1928 жылы шыққан сельское хозяйство Казахстана деген, животноводство Казахстана деген кітап бар. 28 жылы Санкт-Петербургта басылып шықты. Ол кезде Қазақстанды Қазақстан деп жатыр, Казақстан деп. Х деген жоқ ол кезде әлі. Х деген сол 36 жылы пайда болды ма, солай пайда болды ғой деді. Ол кезде Қазақстан деп соны іштесі. Сонда мынау әлгі патша үкіметінің заманында бастаған ғой жаңа зерттеулерді. Соны зерттегенде анау патшаның дастарханына етті сол біздің жақтан апарады екен, біздің осы Сарыарқаның жаңа етін жейді екен патша. Айдап апарады екен Нижний Новгородқа, үлкен жәрмеңке сол Нижний Новгородта болған, сол Нижний Новгородқа дейін айдап апарып, Нижний Новгородқа одан әрмен қарай жаңа пойызбен апарама, кемемен апарама, айтып апарып сол Санкт-Петербургқа патшаның дастарханына сонда сол біздің етті жейді екен. Дәмі басқа, етінің қасиеті басқа. Сондықтан сол мынау нағыз әлгі бозда семірген дейді ғой, бозда жүріп жаңағы жеп сол бозда семірген біздің малдың ерекшелігі мысалға десе. Бүгінгі күні дүниежүзінде сол органикалық азық-түлік деген шығып жатыр. Органикалық азық-түлік деген соған мысалға бидай болсын, жаңағы арпаң болсын, етің болсын, ешқандай жаңағы бәрі химия болып кетті ғой түгел. Жаңағы химиялық тыңайтқыштар, жаңағы химиялық жаңағы мынау арам шөптерменен күрес барлығы түгел. Ал енді органикалық жаңа продукция деген органикалық азық-түлік оның химия жоқ, бәрі жаңағы механикалық немен бәрі жасалған таза табиғаттың өзін. Оның бағасы да басқа, оның бағасы бірнеше есе қымбат. Неге біздің Қазақстанның даласында сонымен айналыспасқа? Жаңа Бараевтың технологиясы бар. Сол химияны қойып, химия әрине жақсы, химиямен жалқаулардың жұмысы, химияны жасап тастадың, бөлең таза. Ал енді бұрынғы жалға танаптардың айналымы севооборот деген бар, сол севооборот жасап нететін болса тазартып алуға болады. Бір тазартып алып, содан кейін жаңа химияны қолданбай, содан кейін 2-3 есе бізде де бірнеше ондаған компаниялар бар, мен айналысып жатқан жаңағы өзінің несін сатып жатқан өнімін. Сол сияқты бізде де мысалы бүгінгі барлық жағдай бар. Сонымен айналысатын болса, мысалға жаңағыдай етті өсіретін болса, өкіртіп малды өсіріп ет сататын болса, болмаса жаңағыдай енді дәнді дақылдарды сататын болса, барлығына да бүгінгі жағдай бар. Біздің келесі бір үлкен бір неміз қазақтың енді мынау құқықтық нигилизм деген бар, правовой нигилизм дейді. Өз мемлекетінің заңдарын сыйламау және білмеу, құрметтемеу. Біз мысалға өз заңымызды өзіміз сыйламаймыз. Мынау ненің мемлекеттің негізі, мынау тәуелсіздігіміз негізі ол заң. Мысалға айтамыз, правовой государство дейміз, құқықтық мемлекет.
таң қаламыз ғой. Айтады, ана Германияға барып қалай 2 жылдың ішінде бүкіл заңды жаттап алды. Өйткені ол мемлекетте, ол құқықтық мемлекет, ол мемлекетте заң білмесең өмір сүру мүмкін емес. Сен өмір сүре алмайсың ол мемлекет, сен ол мемлекеттің заңын білмесең. Ал бізде тағы айтамын, сол енді әкім болып істедім, әрбір сәрсенбі сайын адамдарды қабылдаймын жеке шаруалар бойынша. Сосын келген адамнан бірінші сұраймын, сіздің үйде Қазақстанның конституциясы бар ма деп сұраймын. Сіздің үйде азаматтық кодекс бар ма деп сұраймын. Енді азаматтық кодексте сен туғанда сені қалай тіркейді, өлгенде сенің қалай мүлігің бөлінеді, ол сөздің аты. Соның бәрі түгел жазылған мысалы. Үйінде азаматтық кодекс болса, может анау азамат маған келмесе. Өйткені онда бәрі жазылып тұр. Светті қалай тарту керек, суды қалай тарту керек, оны қалай заңдастыру керек. Мысалға, мүлкіңді қалай бөлу керек, мүлкіңді қалай реттеу керек. Бәрі жазылған азаматтық кодекс. Үлкен такой 400-ден артық жаңағы баптары бар, үлкен. Соны сұрасаң, 1000-ның біреу айтпайды, бар деп мысалы. 1000-ның біреу айтпайды. Bir заңгерлер, біреулер болса мүмкін айтар, бар деп. Біреудің үйінде де мысалы азаматтық кодекс жоқ. Жаңағы конституциямыз 4-тен 1 азаматтың құқығы мысалы. Азаматтың осындай құқығы бар, азаматтың осындай құқығы бар деген бәрі. Сол конституция үйінде жоқ. Бұл не деген сөз? Бұл деген заңды сыйламау, заңды құрметтемейміз. Сыйлау өз алдына құрметтемейміз. Оны негізгі біздің өміріміздің керек дүние деп есептемейміз. Ал олай болмайынша қалай құқықтық мемлекет құрасың? Қалай бірдеме айтуға болады енді? Сондықтан бұл да бір үлкен біздің ақсап атқан дүниеміз. Заңды білсе, заңды білмейміз де бәрін жамандай береміз. Ой, анау әкім оңбаған, ой, анау начальник милиция оңбаған, анау оңбаған. Ай, оның бәрі жайды оңбаған болсын. Сен өзің оңып тұрсаң, сен заңды біліп, заң үйіңде тұрса, заңмен барсаң, қазақта енді мақал бар ғой, әкімге пара бермей, бара бер дейді мысалы. Я кейбір дүниелер мүмкін шешілмей жатады. Өйткені жұмыс көп, басқа дүниелер, мысалы соның арасында текучка дейміз, соның арасында мүмкін кетіп те қалып жатады шығар. Енді ешкімді керемет бәрі шешілді, сондай керемет деймін, мысалға әкім болдық деп мен де айта алмаймын сол үшін. Мүмкін ренжіп жатқан адамдар да бар шығар, айтылатын нелер. Бәрін бірдей шамамыз келгенше шештік, келмеулер мүмкін шешілді. Соның өзінде сол көп өзімізге байланысты. Өзіміз сол талпынып соны білсек екен, заңды. Әрине қайшылықтар көп. Заңда, мысалға заңды біліп, білсең, содан кейін мынау заң дұрыс емес деп талап қоюыңа болады мысалы. Бұл заңды жазғанда адамдар, олар да қателеседі мысалы. Жаңағы жер кодексі бар. Онда да қайшылықтар көп мысалы. Жер кодексі мен азаматтық кодекстің арасында қайшылық көп. Ал ендіге екеуін салыстырып, екеуін жеме-жемге келгенде азаматтық кодекстің мысалға несі, статусы биік жаңағы жер кодексінің. Азаматтық кодекс бойынша алынып кетеді де, жаңа жердің сосын көп сұрақтар шешілмей қалады. Ал енді соны қуып, соны мысалға аяғына дейін жеткізіп, шулап жүрген адам жоқ. Ауыт мұхит деген азамат бар, Астанада отырады, қандастардың несін, құқығын жаңа қарап, қандастардың сол жағдайын жасап жүрген азаматтардың бір, сол Ерейментаудан істеп жүргенімде жаңағы қандастарға жер бөлу жөнінде 48-ші бап бар, сол бойынша берілсін дейді. Бірақ айтам мен мораторийда жазылған жоқ. Мысалға қандастардан басқаларға болмаса деген сөз жоқ. Бәріне бірдей мораторий. Жерді бере алмаймын дейді. Ол айтады, жоқ, міне жазылып тұр, берсем бар. Сонымен біраз жерге дейін бардық. Жазды үстімізде. Қадыралина мен Нұғманов президенттің үкіміне қарсы дегенге дейін шалды. Сосын мен айтам, айналайын, мен енді қарсы емес, заңды түрде шешейік. Мынау заңды жазған, заңға өзгеріс енгізген ауыл шаруашылық министріне хат жазайық. Содан кейін сол ауыл шаруашылық министріне жазып, оның комитетіне жазып, сосын ақыры олар бізге түсініктеме берді. Осылай қолдануға болады. Өйткені оған түсініктеме бере алатын, оған өзгеріс енгізетін тек қана сол заңды жазған адамдар жазды. Және заңды бекіткен орган, оны жаңа мәжіліс болмаса жаңа сенаттың депутаты. Солар сол жүгініп, олар бізге сондай түсініктеме берді. Содан кейін жаңа шаруа шешілді. Ал егер ол жүрмесе, ол біздің соңымыздан қалмай, мүмкін ол шаруа да шешілер ме, шешілмес пе деген. Сонда ол анау заңды біледі, өзі заңгер, сол заңды қуып жүріп,
заңменен ақырға келіп түбіне әкеліп жеткіздім. Сол жаңа кооперативтер құрып, кооперативтерге жер бөліп. Сондықтан әлден дүниеміздің бәрі бірігіп жұмыс істеп отыр ғой. Бізден енді соған жетерміз. Шаруашылықты бірігіп барып жасап, сондықтан сонда егер де сол шаруашылықтар маңды ертең кәсіптер жүретін болса, халқымыз байыса, сол кезде оның рухани байлығы да өзінен өз оянып әрмен қарай бәрі орнына келеді. Сондықтан ең басты дүние сол. Бүгін ойлаймын, әрбір қазақ кәсіппен айналысу керек. Кәсіп тек қана жаңағы бәрі бірдей юрист болсам екен, экономист болсам екен деген мәселе жоқ. Жаңағы тігінші болсаң да жақсы. Жаңағы айтқан Мұхаммед Махатхир сол кәсіпті оқытқан ғой, кәсіп. Сол Англияға жібергенде де мысалға, Японияға жіберген, басқа жерге жібергенде сол кәсіпті үйреніп, тігіншілікті үйреніп жақсы. Жаңағы басқа дүниені келіп мастерскойын ашуға неге сондай бізге де солар жалғыз ғана нелерді оқыта бермей, жаңағы Гарвардта, Оксфордта юристтерлерді жіберіп кәсіпкерлікті жақсы бір бастама болған. Мынау орта кәсіпкерлік оқуларды, жаңағы колледждерді, высший колледж деп соларды дамытайық деген. Өйткені бүгінгі күні жаңағы класс деген, челленджер деген, John Deere деген тракторлар, комбайндар келіп, соған отыратын механизаторлар жоқ. Өйткені олар жаңағы компьютер ғой бәрі. Түгел компьютер бар. Ал оған сай жаңағы механизатор керек, соны білетін, соның заманның талабына сай. Вот солардың бары, солар жетпейді бүгінгі. Қай ауылға барсаң да, мысалы, қандай ірі шаруашылыққа барсаң, сондай механизаторлар жетпейді, мысалға, сол жаңағы механиктер жетпейді. Солардың бәрін бүгінгі ойлаймын, сол бір алда тұрған үлкен мәселелердің бірі.